дәмді панкейктер дайындаймыз. Разрыхлителсіз ол үшін йогурт. Оған 2 жұмыртқаны қосып жақсылап араластырамыз. Екі столовая ложка растительное масло қосамыз. Тағы да араластырамыз. Жарты стакан ұн. Тағы да араластырамыз. Қызып тұрған сковородкаға салып пісіреміз. Крышкасын жабамыз. 3 минутта піседі. Панкейк таза піскен жағын алмастырамыз. Салмасына нутелла жақтым. Өздеріңіз қалағанша жағуларыңызға болады. Шеттерін жабыстырамын ыстық кезінде. Дайын болды. Өте дәмді.